Дәстүр бойынша қыркүйектің алғашқы жексенбісінде мұнайшылар өз кәсіби мерекелерін тойлайды. Ел экономикасының ерекше секторын қамтып отырған Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы да тыс қалған жоқ. 80 мыңға жуық қызметкері бар ең ірі мекемеде жұмысшыларды мерекелерімен құттықтап, үздіктерін алғыс хаттарымен марапаттады. Эльвира Тағайқызы толықтырады. Дамып келе жатқан Қазақстан экономикасы үшін мұнай маңызды салалардың бірі. Ал ол секторда Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы жетекші орын алып отыр. Газ тасымалдауды 100%, мұнай айдауды 70%, мұнай өңдеуді 80% орындап отырған компания қызметкерлерінің жағдайын да басты назарға алып отырады. Әрине, біздің компания үшін ең басты құндылық ол біздің жұмысшыларымыз. Қазіргі таңда ұжым тұрақты деп айтуға болады. Қазір жалпы жұмысымыз бүкіл компания тобы бойынша бірыңғай стандарттар енгізу болып келеді. Ол енді ең басты алатын болып келсек, осы жылдың басынан біз бірыңғай еңбекақы төлеу жүйесін енгіздік. Қазіргі таңда 40 мың азаматты осы бірыңғай еңбекақы төлеу жүйесімен қамтыдық. Үлкен ұжым, үлкен жауапкершілік. Сондықтан Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы мұнай-газ кешені қызметкерлерінің салалық кәсіподағымен бірлесіп жұмысшылардың әлеуметтік ахуалын жақсарту бойынша жүйелі жұмыстар атқарып отыр. Ең бастысы адамның құқын, жұмысшылардың құқын қорғау. Сол себептен осы мақсатта істеп жатқан істеріміздің, қойып жатқан алдымыздағы мақсаттарымыз аз емес. Салалық кәсіподақтың негізгі мақсаты әрине біздің өзіміздің саладағы істеп жатқан қызметкерлерінің еңбек және әлеуметтік құқықтарын қорғау, олардың істеп жатқан жұмыс орнындағы ахуалын жақсарту. Қазмұнайгаз туралы айтқанда, оның қоғамдық оқиғаларға белсенділігін атамау мүмкін емес. Компания аймақтарды дамытуға қаражат бөліп, елдегі әлеуметтік мәдени маңызы бар салалар, оқу орындары, медициналық мекемелер, спорт алаңдарын салу мен дарынды балаларды қолдау сияқты игі істермен көзге түсті. Ұлттық компанияның ендігі жоспары бұдан да биік көрсеткіштерге қол жеткізіп, отандық мұнай саласын одан әрі жетілдіру. Эльвира Тағайқызы,